Кешкі ауызашарға бар жоғы 5 минутта дайын болатын өте жеңіл салат түрін жасаймыз. Кез келген қою тамақтармен ұсына берсеңіздер болады. Ең алдымен барлық көкөністерімізді жуып, салқын сумен тазартып аламыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей қызыл капустамызды ең алдымен 4 бөлікке бөліп, одан кейін осылай ұсақтап турап аламыз. Келесі кезекте қиярымызды, қызанағымызды тураймыз. Және де бізге сәбіз қажет болады. Сәбізді кәдімгі кәріс салатына арналған чөркіден өткізіп дайындаймыз. Салатымызға қосып, чеснокты ұсақтап турап саламыз. Және де дәмдеуіштер қосамыз. Дәмдеуіштерді ең алдымен зайтун майына араластырып алыңыздар. Мына жерде менде тұз, қант, қарабұрыш және де паприка барлығын жақсылап араластырып, салатымыздың үстіне қосып жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша осы салатқа жүгері және де жасыл горохтан қоссаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Осымен салатымыз дайын. Кез келген қонақ дастарханға, той жиындарға жасап көріңіздер. Өте тойымды және де жеңіл салаттардың бірі. Парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Парақшамда көптеген пайдалы рецептер бар. Ас болсын.